Дистрибьютордың кабинеті бойынша келесі сабақ. Мына жерде дистрибьютордың кабинетінде жүктердің бәрі таратылып болды. Таратылып болғаннан кейін енді қағаз нұсқасы керек болатын болса, ол жерде әр тауарды кім алды, қашан алды, уақыты бәрі жазылып тұрады. Сондай алу керек болатын болса, әр мысалы міне жүкті ашады, бүйтіп жүкті ашқан кезде міне жүктің жоғары жағында мынандай батырма бар, соны басып қалатын болса, әр жүк телефонға, компьютерге Excel форматында жүктеледі. Ол жерде қандай мәлімет болады? Жүкті кім алды, қай уақытта алды, алған адамның мәліметтері сол жерде көрсетіледі. Қағазды басып шығарып қоюға болады, қағазбен жұмыс істеп үйренген адамдар үшін. Әйтпесе бұл мәліметтердің бәрі мына жүктен көшіп беріліп кеткен жүктердің туралы мәліметтер мына мұрағат деген мәзірде сақталады. Ары қарай енді дистрибьютор өзінің кеңсесінде отыр, офисында. Ал қоймада нақты жүкті беретін операторлар бар, жұмысшылар. Солардың телефондарына QR код арқылы кіру дейді, мына жерде QR сканер болады. Мына QR-ды сканерлейтін болса, iPhone немесе Android кез келген құрылғыға арнайы қосымша жүктеледі. Сол қосымшамен қоймада жүрген жұмысшылар келген адамның жүгі төленген бе, ақшасы төленбеген бе, қай қоймада жатыр, сол туралы ақпаратты іздейді. Яғни қағазбен жұмыс істейтіндер қайтеді, ақшаны төлеп болғаннан кейін қоймаға барады, ол жерде 20 қағаз жатады, соны сен іздейді. АЛМ, КТК, МТК деп. Оны бәленбай уақыт кетеді, оны іздеп тапқанша. Жүктің қай жерде жатқанын білмей сөйтіп уақыт көп кетіп қалады. Сондықтан ондай жұмысты жылдамдату үшін QR сканерлер істелді. Бұл QR сканермен кез келген адамның жүгінің QR-ын сканерлеп қалса, бірден 1 секундтың ішінде мәлімет шығады. Ол жүк қай жерде жатыр, нөмір қандай, ақшасы төленген бе деген сияқты. Ақшасы төленген болатын болса, қоймадағы жұмысшылар алады да оны машинасына тиеп салып береді. Ал енді осы қосымшаны қалай орнату керек, сол туралы сабақ. Ол үшін телефонда, кез келген телефонда мынандай сканер деген бар. Осы сканерді бүйтіп ашамыз. Содан кейін сканерді ашып алады да дистрибьютордың кеңсесіне барады. Ол жерде дистрибьютордың кеңсесінде міне бағанағы кабинет қой, міне мен көрсеткен бағанағы телефонмен. Сол кабинеттің ішінде мынандай QR деген жер бар. Соны басады. Соны басқаннан кейін міне осы QR-ды сканерді көрсетсе, бірден телефонына мынандай міне қосымша ашылады. Бұл қосымшаны енді телефонға жүктеп алу керек. Оны қалай жүктейміз? Экранның оң жақ үстінде нүкте бар, соны басамыз. Басты экранға қосу дейді, мына жерде сұрапты орнатайын ба деп. Орнату деп басасыз. Мына жерде мына қосымшаны орнатайын деп сұрады. Енді мына орнатып жатыр. Қосымшаны орнатып жатыр. Мына жерде біз көреміз, добавление приложение дейді. Қосылып жатыр. Енді вирусқа тексереді, бәрі дұрыс па, дұрыс емес пе екен. Тексеріп жатыр, бәрі дұрыс дейді. Енді қосымшаны ашу дейді. Бұл қосымша бүйтіп ашылады. Ашылған кезде QR сканер шығады. Бұл қосымша экранда қай жерде тұр? Бұл міне жерде тұр, міне. Бүйтіп алып шығайын. Мынаны бүйтіп басады, басқан кезде өстіп ашылады. Ал енді бұны қалай қолданамыз? Кез келген тауарды алатын иесі ақшаны төлеп болған соң қоймаға барады жұмысшыларға. Содан кейін QR көрсетеді, менің жүгімнің QR-ы мынандай. Айтып тұрмайды, менің жүгімнің аты Сама 0725-2-4 деп. Әр жүктің QR-ын көрсетеді. Ал жұмысшы не істейді? Мына жерде батырманы басқалады. Батырманы басқалған кезде компьютердің экранынан мынандай QR шығады, бірден сканерледі. 1 секундтың ішінде мен айтып үлгерген жоқпын. Соны жүктің кодын айтыңыз дейді. Жүктің кодын, мысалы, жүк алатын адам өзі біледі ғой әр кодын. Соны айтады, мына жерде енгізеді. Қате болса ол ашылмайды. Қате болса ашылмайды. Так. Қазір мен үлгіретінде бір жаңағы кодты ашайын. 774. Так, енді оператор не істейді? Мынаны сканерлейді. Міне бір кісі келді, соның
QR-ны сканерледік. Жүктің кодын сұрайды, жүктің кодын айтыңыз деп. Жүкті алушы жүктің кодын айтады, растау дейді. Міне жүктің беретін қойманың жұмысшысына осындай мәлімет шығады. Мына жерде статус көрілген, мына жерде статус жаңа тапсырыс дейді, яғни мына төленбеген деп тұр. Төленбеген болатын болса, онда жүкті бермейді, айтады барып төлеп келіңіз дейді. Ал егер төлесе, мына жерде жүк статуста жүктің ақшасы төленді деп шығады. Мына жерде бүйтіп басқаса, қай қоймада жатқанын көреді. Жүктің ақшасы төленсе, қойманың нөмірін көреді де, мына жерде аты жазылған, заттың қанша санын жазылған, соны көреді де, жүкті алады да, ақшасы төленген болатын болса, жүкті алатын адамның машинасына тиеп береді. Бітті. Міне болды. Ешқандай қағаз тасып, ешқандай ештеңе керек жоқ. Яғни офисте отырған адамның өзінің жеке кабинеті бар. Және қоймада істейтін әр жұмысшының телефонында жаңағы сияқты QR сканері болады. Мына сияқты. Олар оны ашады да, кез келген QR кодты сканерлеп қалады. Бірақ секундтың ішінде сол жүк туралы мәлімет атып шығады. Осымен осы сабақ аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.